Саламатсыздар, бүгін біздерде оптиканың толқындық оптикаға да, кванттық оптикаға да жататын фотоэффектінің есебін шығарамыз. Бізге берілген бұл жерде жиілік берілген 8,10 дәрежесі, толқын ұзындығы берілген 500 нанометр. Бұл бізде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп алатын болсақ, 5,10 дәрежесіне тең болады. Және масса берілген, кванттық тұрақтысы берілген және ең жоғары жылдамдығы 3,10 дәрежесі берілген. Бізде жылдамдық табу керек. Бұл жерде бізде бірінші фотон энергиясының формуласын шығарып алу керекпіз. Оның үшін бізде осы формуланы ортып шығарамыз. Фотон энергиясы бізде ашылу. Енді осы жерде жылдамдық алу үшін бізде осы формула еске түседі. 2 бөлінген масса. Сонда біз есептеп шығаратын болсақ, біздегі мәніміз есептеп көбейткен 10 дәрежесі бөлінген. Біздің жауабымыз